Қайырлы күн достар. 2024 жылы қаңтар айынан бастап 18 жасқа толғанша ұлттық қордан әр балаға қанша бөлінеді? Осы жайында сіздерге видео түсіретін боламын. Алдымен каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып видеоны соңына дейін қараңыздар. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетін құжат бойынша 18 жыл ішінде баланың шотына шамамен $3,5 мың жиналады. Ұлттық қордың инвестициялық кірісінің 50% жылда кәмелетке толмаған балаға тең бөлінеді. Мысалы, 6.700.000 бала болатын болса, ұлттық қордың кірісінің 50% жылма-жыл тең бөлінеді. Ол жыл сайын өзгеріп отырады. Алдын ала жиналған есепшоттың ақшасына оған да пайызымен түсіп отырады. Қаражаттың барлығы ақш долларымен есептеледі. Және де ешқайда барудың қажеті жоқ. Шот келер жылы автоматты түрде ашылады. Қаражатты оқуға немесе тұрғын үй жағдайын жақсартуға жұмсай алады. Ақша еліміздегі 7 миллионға жуық балаға теңдей бөлінеді. Оның мөлшері ұлттық қордың инвестициялық табысына байланысты. Болжам бойынша 2024 жылы туған баланың шотына 18 жыл ішінде $3,5 мың ақш жиналуы тиіс. Ал жыл сайын шамамен $150-160 аударылады екен. Алайда бұл сома өзгеруі мүмкін. Бұл ұлттық қордың кірісіне байланысты болмақ. Жиналған қаражатты мерзімнен бұрын шешіп алуға тыйым салынады. Бағдарламаға 17 жастан бастап қосылған баланың шотына бір жыл ішінде небәрі $100-150 түседі. Айта кетері, шоттағы ақша доллармен есептеледі, доллармен беріледі. Ұлттық қордың қаражатына салық салынбайды. Бала 18 жасқа толғаннан кейін ғана жиналған соманы қайда жұмсайтынын өзі шешеді. Баспанаға алғашқы жарна ретінде қолданып немесе ел ішінде сондай-ақ шетелде білім алуына болады. Алайда бала азаматтығынан өзгерткен немесе жоғалтқан жағдайда төлем алу құқығынан айырылады. Ұлттық қордан берілетін қаражатқа салық салынбайды. Ата-аналар әр балаға жекелей шот ашып әуре болмайды. Мұның барлығы автоматты түрде арнайы жүйеде жүзеге асырылады. 18 жасқа толған кезде жинақталған қаражат баланың айрықша меншігі болады. Шоттағы қаражатқа 10 жыл бойы сақталатын құқық беріледі. Егер 10 жыл ішінде талап етілмеген жағдайда, сол адамның зейнетақы шотына аудару мүмкіндігі бар. Қазақстан Республикасы азаматтығын жоғалтқан кезде төлемдерге талап қою құқығы да жойылады. 18 жасқа 1 ақпаннан кейін толатын азаматтар ақшаларын алу үшін электронды платформа арқылы өтініш беруге болады. Бала 18 жасқа толғанға дейін жинақталған қаражат ұлттық қорда сақталады және оны ұлттық банк түрлі қаржы құралдарына инвестициялайды. Одан түскен инвестициялық табыс та балалардың шотына қосымша түсіп отырады. Әр жылдың 20 қаңтарына дейін бағдарламаға қатысатындардың соңғы тізімі жасалып, 31 қаңтарға дейін шотқа аударылып отырады. Бір отбасының балаларына ұлттық қордан жиналған қаражат отбасы банктегі ортақ депозитке аудару құқығы беріледі. Яғни ағайынды балалар кәмелетке толғаннан кейін шоттағы ақшасын отбасы банкке аударып, бірігіп пәтер сатып ала алады. Бала қайтыс болған жағдайда қаражат туған бауырларының арасында бөлініске түседі, немесе ата-анасына беріледі. Каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Сіздерге әр салған видеомда пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.